шаттандырған елімді тәңір нұры, думандатып мейрамды біз бастайық, баршамызға биден шашу біз шашайық. Nauruz toyu басталды, бәрі қаранды. Күннің жаңа нұры бар, мұның ғажап сыры бар. Халық сүйген мейрам бұл, қарсы алайық тұрыңдар. Ұлыстың ұлы күн наурыз келді ағайын. Олай болса мерекемізді бастайық. Наурыз бақыттың бастамасы, жақсылықтың жаршысы. Наурыз ел мен елді бірлікке, ынтымаққа шақырған күн. Наурыз татулық пен достықтың мерекесі. Наурыз ізгілік пен молшылықтың мерекесі. Ұлыстың ұлы күні Наурыз құтты болсын. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, оқушылар, ата-аналар және қонақтар. Мінекей, бәрімізді қуантып, баршамыз асыға күтетін Наурыз мейрамы да келіп жетті. Баршамызды ұлыстың ұлы күнімен құттықтаймын. Ұлттық киімімізді киіп, бар сән салтанатпен қарсы алатын бұл мейрамның орны ерекше. 6 ай қыстың ызғары басылып, көктемнің шуақты күндерімен қоса, аналардың мейрамы мен алғыс айту күні бірге жүретін осы айды. Күн мен түн теңеледі, мал төлдеп, елдің аузы аққа жетеді, ырыс несібе көбейеді. Осынау ұлық мейрамда баршаңызға молшылық, береке, бірлік, татулық, сарқылмас жақсылық тілеймін. Мектебіміз әрқашан гүлденіп, оқушылардың білімдері жоғары болсын. Ұлысты ұлы оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсақ та жол болсын.
тағы табыстаймыз. Құтты болсын барлықтарыңызға. Бұл күні ата-әжелеріміз үйді аралап наурыз көжеден дәрт тартқан, халқымыз өсін деген ниетпен тал еккен, бір-біріне жақсы тілектер айтқан, ендеше бізде мерекемізде наурыз туралы жүргізген сұхбаттан бастайық. Құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар, құрметті Азаматтарды туған жеріне келгенде, оны жерге аунатып алатын жақсы дәстүр бар. Қоржындарына тыштырма дәстүрін салып ала келген жетінші сынып оқушыларын шақырамыз. Бөлеу рәсімінде орындалатын ірі кәделердің бірі. Ежелден бері қазақ халқы бесіксіз үйде береке жоқ деп, жаз отбасында өмірге келер сәбиді асыға күткен. Себебі бала ұрпақ жалғасы, өмірдің мәні деп білген. Қазақ баласын ағаш бесікке салып баққан жолы үлкен немесе елдің тәрбиелі өнегелі әжелеріне, келіншектеріне тапсырылады. Алдымен бесікті отпен салас баладан алас, иесі келді пәлесі көш, алас салас. Дайындау барысында яғни көбектігін, көрпешігін салып, тастығын бейімдеп, оюлап сырып тігілген қолғауы мен тақпы балаларын байлап, бесіктің үстіне көгілдір масаты жамылғысын жабады. Ағаш тешке толтыра салып әкелген құрт, ірімшік, шақпақ, қант, кәмпит, тағы басқа тәтті заттары түбек ойыннан өткізе бастайды. Бұл ырым кәденің төп мақсаты нәрестенің тал бесікті өмірінің бастауы және сол өмірдің ең Содан кейін бөліме жалғасып отырып, бесіктің үстіне баланы әруақтар қорған
сақтап жүрсін деп, ата бабадан қалған сырт киімдерді жауып және де ел тізгінін ұстар азамат болсын деп, алтын тізгінін ел арасында айбынды болсын деп қамшы қояды. Түсінді ма? Ойын аты ақсандық, тоқсандық. Басқа деген кезде, тоқта. Басқа деген кезде көтересіңдер. Тоқта. Жігіттер дайынсыздар ма? Баста! Все. Кім көтеріп қалды, солар отыра. Қалғандарыңыз қалады. Кім көтеріп? Қазір тағы болады бұл. Тоқта. Баста деген жоқ ма? Мен баста деген кезде. Баста! Қайда көріп деймін сол шықты ғой. Жақсы, Ерасыл тұрады. Роше. Ай, мағасы. Осы кісілерге жаңа келіңіздер. Жеңгем бар. Асып тұр бүгін, жерімнің жүзін жылыптың, елімнің сақта бірлігінде келесі сөз кезегін сен жас сынып оқушыларына береміз. Бастаңғы да. Сіз қайда барып жатсыз? Сізді анағашы атамның үйіне барайын деп жатыр деп айтып жатыр ғой. Иә күнім, ауға жоржин деп жатырмын. Атама не айтасың? Атама, әжеме, бауырларыма жалынды сәлем айтыңыз. Беттеріне сүйіп қойыңыз. Апа, сізге бір нәрсе айтсам бола ма? Айта ғой күнім. Жастардың басын қосып, бостандық жасайын деп едім. Рұқсат бересіз бе? Құрбы жастарымды жинап отырай дедіңдер ғой. Жасай ғой күнім. Рахмет апа. Жүріңіз, сізді шығарсайын. Әділет, қайдасың? Иә, мен бұдамын. Бүгін біздің үйде бастаңқы жасаймыз. Бар, бүкіл ауыл жастарына хабарла. Жүгір! Жақсы! Бастаңғы басталды, арзан үйіне жүрінде. Ал сендер бүгін бір бастаңғы болай деп жатыр дейді. Соған бәріміз жиналып барса қалай қарайсыңдар? Барайық. Сен жігіттеріңізде келді. Келіңіздер, төлетіңіздер, отырыңыздар. Ал жігіттер деймді, келесі байқап қалдым, нағыздың белі қылда екен, иә? Рахмет. Ал жігіттер бауырсақтың дәмін көрейік.
Ал кәнекей, Аружанның бауырсағын дамын көрейік. Дамды пысық екен. Расымен дәмді екен. Бір қатқан бейбіше болайын деп тұрсын ау. Той іштегі, ал құрбы құрдастар. Тойдың көркі әнменен, қыздың көркі сәнменен дегендей әзілдесіп отырайық. Я, дұрыс айтасың Аружан. Түйеге мінген қазақ 4 ауыз өлең біледі дегенде қыздар. Қахуар, сен осы ән домбыра тартатын бар еді ғой, ән күйімді жүреді. Ән кемейтіп қазағына қой, ендеше мен ән кемді қабыл алыңыздар. Өйте, атпар екенді. Қазақта қоянды қамыз, жекі тұрнамас өлтіреді деген сөз бар ғой. Біздің қыздарымыз домбырамен әуендеп жатқан кезде менің намыстанған жайым бар. Асқар, сенің осы ақынның шеберлігің бар ғой. Кәнекей, біздің қыздарымыз өзінің өнерін көрсетіп жібер. Я Саят, бағанадан бері осы қыздарымызға өлең жазып әлекпін. Қазір осы өлеңімді айтып берейін. Ару қыздар ән қылып айтарым бар. Сұлулық құлпырлық қызғалдақтай жайқалыңдар. Жайқалыңдар, самалмен жайталыңдар. Махаббаттың төрінен жайталыңдар. Ай, рахмет арулар. Бір жақсы бастаңғы болып отыр. Я, дұрыс айтасың Айбек. Енді бәріміз тұрып би билемедік па? Я, дұрыс айтасың демейік.
Ал құрдастар, бүгін бір жақсы бастаңғы болды. Енді бастаңғыдан бөлек ертең бір жиналып кездесек қалай қарайсыңдар? Қай уақытта жиналсақ болады? Құдайсың кездесейік, күн шуағын шашқан кезде, мөлдір бұлақтың сыңғыр ескен кезде, бұндардан салғанда кездесейік. Жалпы таңғы 7 мен 8 арасында дей салмайсың ба? Ал жігіттер көрші ауылда алты бақан болып жатыр екен. Бәрі көңіл қайтарып қайтпадық па? Жігіттер алты бақынға бармай тұрып наурыз көзі ішіп алмадық. Жүріңіздер, қандай керемет. Жеке шабандозбен таныстырып, назарларыңызға ұсынбақшымыз. Қабыл алыңыздар. Ал құрметті құда-құдағилар, ұлыңыз бен қызымыз бір-бірін ұнатып, сөз байласыпты. Сіздер де өз рұқсаттарыңызды беріп отырсыздар. Ұлтымыздың жөн жоралғасымен келінімізді елшілеп, үкі тағуға рұқсат етіңіздер. Құдеке, бала жолынан қаймалы, біз өз рұқсатымызды бердік. Ал ендеше бәйбіше, келінімізге үкісін тақ. Үкі тағу дәстүрі ежелден бар дүние. Ең алдымен сен біздің әулеттің келіні, қалыңдығы болдың. Және осы күн ені онды аяқтап тұрады. Екіншіден, үкі бәле жаладан келінге, яғни өзіңе қорған болады деп үкімді тағайын. Бәрекелді, Құдайға шүкір. Иә, шүкір. Текті жерден қыз алдық, бір баламыз екеу болды. Енеше құдалар, құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Өзі дәмеліп жазған құдалығымызды шегелеп, ата салтымызбен иықтарыңызға шапан жабуға рұқсат етіңіздер. Бір-біріне сый-сияпат ретінде сыйлықтар ұсынады. Жігіт жақ құдаларына шеге шапан жабады. Бұл уәде деген сөз. Енді уәдеңізді шегелеп, иықтарыңызға шеге шапаныңызды жабайық. Ал енді құрметті құда-құдағилар, шеге шапандарыңызға көптен көп рахмет. Әуелі балаларыңыз бақытты болсын. Ал, енеше осы қуанышыңызды атап өтейік.
құда құдаша күйеу қалыңдық болып қара жорға биін билейін. Altın kızlara beş ataşımızda. Karamağarsan altın. Ne de karamağarsan. Beş ataşımızda. O. Otlatsamızlar. Siz beş ataşımızda. Basra деген кезде сіздер оқтауды қарсыласын бежана деп татау кетеді. Ой, молодцы. Отырасың. Давай, ой, молодец. Жақсы, жақсы. Сіздер бежана тұрасыздар. Енді келіп отыр ғой, қыздың ана басқан оқтау шығып кетпесін ар жақтан. Ар жақтан шығып кетпей. Дайынсыздар ғой, иә? Басқа. Ой, ой. Енді келіп отырыңыздар. Сіздер өз-өзіңіз аранызда. Басқа. Ай, ой. Кеп қалды. Жарайды, жарайды. Да. Ой-ой, мына жақта Суликова ойнап отыр, сразу желісті сатып отыр мына жерде, сразу же. Так, дайынсыздар ма? Мақсат түсінікті ғой сізге? Так, қыздар, жиналамыз. Басқа. Ой-ой. Желілгендер отырыңыздар. Дайынсыздар ма? Басқа. Ой, молодец. Енді айған бетпейсіз сынды, дұрыс. Иә. Спортпен айналысады, көреміз, қайсы жеңеді екен. Дайынсыз ба? Басқа. Қазір сыныбымыздың оқушылары тізе бүгу салтын көрсетеді. Қабыл алыңыздар. Амансыз ба көршім? Аман
амансыз ба, қалыңыз қалай? Мен сізге бір бұйымтаймен келіп едім. Амансыз ба, көрші? Амансыз ба, көрші, қалыңыз қалай? Мен сізге бір бұйымтаймен келіп едім. Тіземді неге бүкпейсің? Біздің сүйек түрегеп тұрып ұзаласын дейсің бе? Кешірім сұраймын. Бата бердің, түркі жол ашып бажасын. Сұраса бата берейін, үстем болсын ерейін. Батырдың жолы болсын, самсаған қолы болсын. Жортқанда жол болсын, ісін оң болсын. Сапарын сәтті болсын, тәтқаны тәтті болсын. Отырған жерін орда болсын, барған жерін базар болсын. Отпен судан сақтасын, бәле жала болмасын. Аман бол, бақытты бол, әумин. Бүлдірген екен, сіздерден кешірім сұрауға келдім. Алдына келсе атаның құнын деп кешірім сұрайтын. Баланың ісі бәрімізді ренжітті, бірақ өз қателігін түсінсе, біз оны кешірдік. Адамға, малға тұмар тағу ертеден келе жатқан дәстүрлі әдет. Ол көбінесе адамға, әсіресе жас балаға, малға көзін сұғынан, тілдің уынан сақтасын деп тағылады. Жамандықтан сақтан жүріңіздер деген ниетпен әр сыныпқа тұмар таратамыз. Шақырып, бабамыздың қызырдай ақ батасын алайық. Ұлыс оң болсын. Мына бүгінгі мейрамдарымыз құтты болсын. Иллахи амин деп алақандарыңызды жайыңыздар, ақ батамды берейін. Уа жұртым, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Қайда барсаң жол болсын. Ұлыс бақты болсын, төрт түлігің ақты болсын. Көктен беріп жерден исін, бәле жала жерге енсін. Қайда барсаңдарда жол болсын, айдан амандық берсін, жылдан есендік берсін. Әумин. Aytarım,
Құрметті ата-аналар, осымен бүгінгі мерекеміз аяқталды. Келгендеріңізге көп рахмет. Дастарханнан дәм таттыңыздар.